Қазақстанда қазақстандық өндірушілердің бірыңғай тізілімі іске қосылатын болады, яғни реестр. Бұл тізілім, жаңа жүйе өндірушілердің СТКЗ және индустриалдық сертификатын алмастыруға, яғни осы екі сертификаттың орнына келетін болады. Кәсіпкерлердің қаржылық шығындарын жою мақсатында және де рәсімдеуді жеңілдету, оңайлату мақсатында іске асырылатын реестр болып есептелінеді. Бұл жаңа жүйеде не өзгереді? Ең бірінші, ол тізілім өндірушілерге мемлекеттік сатып алуларда қолдау алуға мүмкіндік береді. Ол біріншіден. Екіншіден, сараптама актілерінде қателіктер үшін жауапкершіліктер жойылады. Үшіншіден, өнеркәсіпті қолдаудың жаңа құралы кепілдендірілген сатып алу шарты енгізіледі. Төртіншіден, көлеңкелі экономикамен күрес және бірыңғай есеп жүргізу үшін тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай классификаторы енгізіледі. Және де тауардың Қазақстанда өндірілген растау оңайырақ болады. Сондықтан бұл реестрда ең алдымен Қазақстанда өндіріліп шыққан тауарлардың және ол өндірушілердің және олардың қандай саламен, қандай, яғни вид деятельности деп жатады ғой, қандай саланы таңдап өндіріп жатқаны туралы ақпарат, және де қызметкерлері туралы ақпарат, және олардың қанша көлемде сол тауарды шығара алатыны туралы ақпарат тұратын болады. Сондықтан бұл реестр ендігі жылы жұмыс жасайтын болады. Мына жерде барлығы сізде орысша тілде жазылып тұр. Бұл не тұр? Замена дейді. Как замена для действующих сертификатов формы СТКЗ и индустриального сертификата дейді. Түсінікті болып тұр, яғни осы екі құжаттың орнына келетін электрондық реестр.